Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаев. Онан асқан бұрынғы соңғы заманда қазақ даласында біз білетін ақын болған жоқ. Ахмет Байтұрсынов. Жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла. Соқтық бала соқпақсы жерде өстім, мың мен жалғыз алыстым, кінә қойма. Абай әлемдік тұлға. Ол өзінің ойлы, терең мағыналы өлеңдерімен де, ұшан теңіз білімімен де адамзаттың жүрегіне ізгіліктің дәнін сепкен кемеңгер ақын. Оның поэзиясынан адамдарға деген сүйіспеншілік пен жанашырлықтың лебі есіп тұрады. Сонымен қатар ол адамның көкірек көзін тұмшалайтын қараңғылық пен надандыққа қарсы бітіспес күреске шақырады. Бір сөзбен айтқанда, Абайдың қазақ үшін де, ізгі ойлы барша адамзат үшін де орны бөлек. Енді ұлы ғұламаның қазақты қалай түсінгені, қазақтың оны қалай түсінгені жөнінде баяндайық. Алдымызда Абайдың тарау-тарау қасиетін жіпке тізіп көреміз. Бұл күнде Абай сөзі әр қазақтың ағзасына ана сүтімен бірге дариды десе, артық айтылғандық емес. Әрине, әр қазақтың жүрегінде Абай деп соғады, әр қазақтың жүрегі. Елбасымыз айтқан, біз қазақ халқын таныту үшін бүкіл әлемге Абайды таныту арқылы танытамыз деген. Яғни, біз сол Абай, ол біздің көкжиегіміздің ең шыңырау биігі, оны үлкен бабаларымыз да, алаштың арыстары да айтып кеткен. Енді бала кезден Абайды оқып өстік, оқыған енді өлеңін жаттап, оның бір мағынасына сонша бір терең бойламасақ та, Абайдың өлеңін оқып, өлеңін айтып деген сияқты сөйтіп өстік қой енді. Кейін өнерге келгеннен кейін осы Абай рөлін әр актер армандайды. Менің бағыма сол Абай рөлін ойнау бақыты бұйырған екен. Мен бірінші Абай рөлін мынау Мүсіреп атындағы жастар мен балалар театрында Райымбек Сейтметовтің «Қалың елім қазағым» деген спектаклінде Абай рөлін ойнаудан бастадым. Сірә Абайды жамбылдай ешкім түсіне алмаған шығар. Мынау тұрған Абайдың суреті ме? Өлең сөздің ұқсаған құдіретіне. Ақыл, қайрат, білімді тең ұстаған, қарсы келер Абайдың кім бетіне. Жыр алыбы бағасын осылай берген. Абайдың бар аңсағаны қазақтың бірлігі болды. Берекесі артып, бір-бірін дос көруін қалады. Абай демократ. Абайдың білім мен адами құндылыққа деген сенімі демократияны ұстануына негіз болды. Өзін-өзі басқаратын көзі ашық адамдар қоғамы оның саяси идеалына айналды. Осы себепті ол әлеуметтік әділетсіздікке қарсы күресіп, ұлтаралық өзара түсіністікті жақтады. Даулы мәселелерді шешуде зорлық-зомбылықты қолдануға қарсы болып, өзінің Ескендір секілді поэмаларында билеушілердің тойымсыз аранынан, өктемдік пен ғасыр бойындағы көптеген адами шиеленістерден жиіркенетінін білдірген болатын. Абай өте күрделі тұлға. Абай дана, ал даналардың құпиясы ешқашан да толығымен ашылмайды. Дүниеде ұлт даналары өте сирек. Оның қатарында Еуропада Гете, орыста Пушкин, қазақта Абай бар. Бұлар таза ұлттық даналар. Абай тіл. Білім ғылым үйренбеке талап қылушыларға әуелі білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Білмей іздегенмен табылмас. Әуелі білім ғылым табылса, ондай мұндай іске жаратар едім деп, дүниенің бір қызықты нәрсесіне керек болар еді деп іздемекке керек. Оның үшін білім ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең, және әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір рахат, құзыр хасил болады. Сол рахат білгеніңді берік ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деген үміттенген құмар, махаббат пайда болады. Содан әрбір естігеніңді, көргеніңді,
көңілің жақсы ұғып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады. Егер дін көңілің өзге нәрседе болса, білім ғылымды бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңіліңнің мейірімі асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды. Абай енді мектепте оқыдық қой енді өлеңдерін. Бірақ маған ол кезде, бала кезде өлеңдеріміз, мен ең өзім осы 13-14 жасымда қара сөздерін оқығанда маған қатты әсер етті. Қара сөздерімен. Өйткені мынау жалпы жаңағы айтым, мен өзі бала кезден өмірдің мақсаты не, мәні деген сұрақтарға көп мән бере береді. Сол кезде дәл сол кітап мен алғашқы бір ой салып жазған. Жаңа әсіресе мынау қазақтың өзіне байланысты. Ұлттық мінезін тәрбиелеуде, мынау басқа ұлттармен салыстырады ғой. Жаңа сол сияқты осы қара сөзін шын мәнінде әлі талдап, ұлттық мінез қалыптастыруға, ұлттың белгілі бір стандартын жаңағы ол кезде сол жерде ашып көрсете білді. Әрбір адамның өмірлік принциптерін ашып көрсете білді. Сондықтан өлеңдері бір әлем, қара сөздері енді ерекше еңбек. Сол жағын маған өзім қалыптасуыма да үлкен әсер етті. Өмірлік принциптерді анықтауға. Абай жалпы өмірмен де, шығармашылығымен де қазақтарға, өзіне кейінгі қазақтарға үлгі. Өмірмен де, шығармашылығымен де. Абайдың өлеңіндегі ақын Абай, Тұрсынжан Шапайша айтқанда анық Абай, ол Абайдың аңсарындағы қазақ. Абай жолындағы Абай, ол да қазақ жазушының аңсарындағы қазақ. Яғни қазақ Абай сияқты болса деген ой. Абайдың өлеңіндегі қазақта Абайдың тілегі. Абай сондай, кейінгі қазақтар сондай болса екен дейді. Абай қазақ үшін біздің ұлы тілдің тамыр ұстаушысы. Абай да өзінің өлеңдері арқылы сол өзі өлең жазған тілдің иесі болып табылатын қазақ халқында жақсылыққа, ертеңгі жарқын өмірге жетелеп келеді. Абайды айтқанда тіл мәселесіне соқпай кетуге әсте болмайды. Өйткені қазақ тілі Абай тілі. Абай тілі қазақтың тілі. Олар бір-бірінен ажырағысыз. Абайды ең алдымен түпнұсқа тілде, яки қазақ тілінде насихаттау лазым. Бабамыз Абайды әркім әр қырынан танып жатады. Ал біздің көбінде жалпы имамдар, ұстаздар қауымы Абайды біз әр жұма намазымызға шыққан кезде, болмаса үлкен ас жиындарда, уағыз айтқан кезде, дағуат жасаған кезде міндетті түрде Абайдың бір сөзі сол қасиетті Құрандағы аяттарға, қасиетті пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадистеріне кәдімгідей дөп басып тұспа-тұс кеп жатады. Сондықтан Абайдың бізге берері мол. Біз жалпы мысалы мектептегі жастайынан баланың санасына Абай тану пәндерін енгізіп, қазір президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев, Алла разы болсын, енгізіп, қазір Абайдың өлеңдерін жаттап, Абайдың 175 жылдығына орай көптеген қазақтың ел басындағы жүрген, дін басында жүрген барша асыл азаматтар осы Абайдың өлеңдерін жатқа оқып бір-біріне осылай жолдап жатқаны да бізге, яғни үлкен қуаныш сыйлайды. Бізге үлкен тәрбие береді. Абай шығармасының мықтылығы, Абайдың хакімдігі, ол бірінші Абай шығармасын оқысаң, адам баласы, адамзат баласы өмір бойы өзін-өзі танумен, өзін-өзін білуге ұмтылумен өтеді. Қандай адам болғанда. Бірақ ол кім қандай деңгейде біледі. Мәселе сонда. Ал Абайды адам ретінде оқысаңыз, адамның бүкіл күлкісі, мінез, құлқы, тұрмысы, өмір салты, ілімге, ғылымға ұмтылуы, осының барлығы Абайдың шығармасында көрініс бергенде. Енді осы көріністі сіз құр оқып, жеке өзіңіз ғана пайдаланбайсыз. Ол үлкен Абайды оқыған кезде ұлт болудың, мемлекет болуға керек адам баласы не істейтін құндылыққа айналып кетеді. Абайдың мықтылығы сонда. Яғни бұл жеке адамзаттың құндылығына
үлкен ұлттық мемлекеттік құндылыққа да сіз абайды айналдыра аласыз. Себебі абайды сондықтан ғой Байтұрсыновтың айтқан, абайды алғашқы оқығанда, бір оқығанда, екі оқығанда аламайсыз деп. Оны екінші оқығаннан кейін барып түсіне бастайды деп. Абайдың ұлылығы сонда, ол сол заманға да, осы заманға да, бұдан кейінгі бәленбай ғасыр өтетін қазақ деген ұлт жер бетінен жойылмайынша, адамзат баласы жер бетінен жойылмайынша, Абайдың айтып кеткен ойлары ол әр уақытта керек болады. Ол сол күнмен астасып жатыр. Сондықтан Абайдың ұлылығы, даналығы, даралығы осында деп ойлаймын. Абайды білмей қазақ болу мүмкін емес. Зейнет демалысына шыққан соң Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев өз сұхбатында «Қазір Абайды оқып жатырмын. Артында өлмейтін мұра қалдырған неткен дана еді. Қанша оқысаң да ойдың шым тереңіне тартып отырады» дейді. Дананы дана осылай бағалаған. Ал қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаев Абайдан қалай нәр алғанын былайша толғайды. Қуат алып Абайдың тіл күшінен, жыр жазамын Абайдың үлгісімен. Абай болып сүйінсем бір кісіге, Абай болып түңілем бір кісіден. Егер біз Абайды оғып түсінетін болсақ, онда біздің келешегіміз де жарқын, болашағымыз да мықты деген болар едім. Абайды енді ғана, бірақ соның өзінде де өз дәрежесінде түсініп жатқан жоқпыз. Абай өмірден көріп, барлығынан біреуінен түңілсе, ол қазақ ашынғанда шығады ашты даусым деп босқа айтпаған. Абай сондай кейбір өзіміздегі жағымсыз нәрселерді ашынғаннан айтқан. Ол қандай адал, қандай пәктік, қандай тазалық. Ана қазақта көргені жақсы көш бастар. Сол кездің өзінде қаншама қудалаулар, ол бәрібір оқып үлгі алды. Ол шығысқа жақын болды. Іштей жан дүние, адамзаттың бәрін сүй деп те ол басы босқа айтпаған. Сондықтан біз Абайды ұғынуымыз керек, түсінуіміз керек. Екіншіден, Абайдың сөздері, өлеңіндегі айтылған сөздердің барлығы біздің өмірдегі әр уақыт азық болып келе жатқан. Мысалы, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол дегендегі талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой деген ойларыңыз, ол біздің әр уақыттағы өмірдегі ұстанымымыз болу керек. Мен өзім енді жасымнан білімге жақын болғаннан кейін Абай атамыздың, ұлы Абайдың осы ғылымға, білімге деген сөздерін әр уақытта өзіме ұстаным етіп келетінмін. Ол жаңағы ғылым таппай мақтанба, өнер таппай баптанба, немесе сенде бір кірпіш дүниеге, кетегін тапта бар қалан секілді сөздердің барлығы менің өзімнің өмірімде әр уақытта ұстаным болып келді. Абайдың не айтқың келсе де, не ойласаң да Абайдың сөзі алдыңнан шыға береді. Біріншіден, қазір Абай танушылар да көп. Мысалы, бірақ мен ойлаймын, көбісі танымайды деп ше. Абайды тану үшін адамға кәдімгі шариғи білім керек. Аят хадисті білмейтін адам Абайды ешқашан танымайды. Өйткені Абай бүйтіп айтты деп Абайға жала жабатын адамдар көп. Бірақ оны Абай түсіну үшін Абай аят хадисті жақсы білген адам ғой. Яғни Абай түсіну үшін ол аят хадиске сүйеніп жазған дүниелерін аят хадисті білмей кетіп түсінесің мысалы. Сондықтан Абайды білгісі келген адам бірінші шариғаттан хабар болу керек деп ойлаймын. Ұлы Абайдың шығармашылық мұрасы халқымыздың ғасырлар бойы маңызын жоймайтын рухани қазынасы. Маңызын жоймау былай тұрсын, заман өзгеріп, қоғамдық санада күрт сапырылыстар пайда болған сайын, бұл қазына өзінің жаңа бір қырларымен жарқырай ашылып, қадірін арттыра түсетініне Абайдан кейінгі уақыт айқын көз жеткізді. Қазақтың қасиетін тану Абайды танудан басталмақ. Мұхтар Мағауин. Жалпы үлкен бір текті, иманды, әулеттен шыққан Құнанбай қажының ұлы Абай, яғни азан шақырып қойылған аты Ибрахим бабамыз қазаққа үлкен, көптеген тәрбиелік мәні бар, мағынасы бар, жақсы дүниені әкеле білген. Алла тағаланың қазақтың бағына бұйырған, қазақтың діндар бас ақыны. Ахмет Байтұрсынұлы өзінің бір жазбасында айтады, яғни Абай Құнанбайұлы ол қазақтың бас ақыны дейді. Алаштың барша менмін деген ақындары, жазушылары, сондай Міржақып Дулат болсын, кешегі Мұхтар Әуезов, қай-қайсысын алып қарасақ та, барлығы
абайға жүгінеді, абайға қарайды. Абай бабамыз айтады, әуелі сөздің басы аят хадис дейді. Абай бабамыз айтады, ақылды адамға иман парыз, иманды адамға ғибадат парыз, құлшылық парыз. Сондай Алла тағаланы жан тәніңмен сүй, адамзаттың бәрін сүй бауырым деп Алла тағалаға бірінші сүйіспеншілік болу, Алла тағаланы жақсы көру, Аллаға құл болу, Аллаға құл бола білген барша нәрсеге құл болмайтындығын біздерге солай тәрбиелеп үйретіп кеткен. Қазақтың бас ақыны атты мақаласында Ахмет Байтұрсынов былай дейді. 1903 жылы қолыма абай сөздері жазылған дәптер түсті. Оқып қарасам, басқа ақындардың сөзінде емес, олардың сөзінен басқашалығы сонша, әуелгі кезде жатырқап, көпке дейін тосаңсып отырасың. Сөзі аз, мағынасы көп, терең. Бұрын естімеген адамға шапшаң оқып шықсаң, азына түсініп, көбінің мағынасына жете алмай қаласың. Абай сөздері жалпы адамның түсінуіне ауыр екені рас. Бірақ ол ауырлық абайдың айталмағанынан болған кемшілік емес, оқушылардың түсінерлік дәрежеге жете алмағандығынан болатын кемшілік. Олай болғанда айып жазушыда емес, оқушыда. Не нәрсе жайынан жазса да, абай түбірін, тамырын, ішкі сырын, қасиетін біліп жазады. Бұл ұлылардың ұлыларды мойындағаны болса керек. Абайдың бүкіл жазып кеткенінің бәрі осы ұрпағына, халқына арналған, қазағына арналған, жалпы адамзатқа арналған. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіне термек үшін дейді. Яғни жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Яғни сондағы абайдың айтып кеткенінің бәрі түгел осы қазіргі біздің кішкене жалқаулығымыз. Яғни абай қазақ еңбекқор болса екен дейді. Еңбекпен жетесің бәріне дейді. Ол тек қана қазақта ғана емес, ол енді қазақ деп болады. Жалпы адамзат баласы өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ дейді. Ол әр ұлтта да бар. Бірақ оны абай қазақ арқылы бүкіл адамзатқа жолдайды. Болмаса жаңағы жақсылыққа қарай, 5 нәрседен ғашық бол, 5 нәрсеге асық бол дегенде жаңағы қандай нәрсеге жақын болу керек адам. Ол да сол қазақ арқылы бүкіл адамзат. Өйткені абай қазақтың емес, бүкіл адамзаттың абайы. Маған абайдың шығармашылығынан гөрі бір өмірін білген кездегі оқиғалар мысалы қаттырақ әсер етті. Өйткені абайдың біздің талғамымыз, біздің түсінігіміз абайды пақ шіркін қалай айтқан деп біз тамсануға ғана жараймыз. Бұл да осы ғалымдардың айтқан пікірі. Мысалы қарасаңыз қазір абай деген барлық жерде абай ғой. Абайды ғалымдарда абайды мысалға келтіреді, абай бүйтіп сөйлеп деп айтады. Имамдар уағыз айтқан кезде де абайды келтіреді. Абай барлық жерде. Абайды танығысы келген қазақ не істейді? Абай жолын оқиды. Бірақ кітап қарапайым адамға сәл күрделілеу болуы мүмкін. Сондықтан абайтану оқулығын шығаратын уақыт баяғыда келді деп санайды ел ғалымдары. Абайтануды бастап берген ірі тұлға Мұхтар Әуезов университет қабырғаларында дәрістер оқумен ғана шектеліп, абайтану деген оқулықты армандап шығара алмай кетті. Еліміз тәуелсіздік алған соң ғұламаның қызы Ләйла Мұхтарқызы мен Мекемтас Мырзахметұлы Әуезовтің дәрістерін кітап етіп бастырып шығарды. Ары қарай тоқтады. Сондықтан ұлттық негізде жазылған абайтану оқулығы шығуы керек. Хакім абай болмаса, біз заманымызға ие бола алмаймыз. Заманымызды түсіне алмаймыз. Абайда да хакімдер болмаса дүние ойран болады дейді. Заманды қайран билемек дейді, енді былай әкеледі абай. Өзіңді өзің тан деген. Заманға жаман күйлемек. Замана оны илемек. Егер өзіңді өзің танығың келсе, сен заманға күйлемеуің керек. Заманға күйлесең, сені замана илеп тастайды. Сонда заманды түсіну, заманды меңгеру, ол әр адам қолынан келе ме? Келмейді. Келмесе, абайды оқы. Абайға барыр. Абай сияқты хакімдерді оқы. Құранды оқы. Мұхаммед пайғамбардың өмірбаянын оқы. Абайды оқу керек. Абайды оқығанда ойлану керек. Абай шығармашылығының тек қана менің өмірімде емес, бүкіл қазақтың әрбір азаматының өміріндегі алатын орны ерекше деп айтамын. Неге десеңіздер, біз осы абайдың
шығармаларымен өстік, абайдың сөздерімен осы өмірдегі бүкіл бағытымызды алып келе жатырмыз. Мысалы, айтатын болсақ, абайдың айттым сәлем қаламқасы, немесе көзімнің қарасы, ол бүкіл қазақтың барлық қандай жерде болса да айтып және сүйіп тыңдайтын әндері, солардың мәдениетін біз өзіміз, сол өлеңдердің мәдениеті өзіміздің қанымызға сіңді деп ойлаймын. Ал гуманистік идеялары Европаның классикалық философиясымен ғажайып бір үндестік тауып жататынына еріксіз қайран қаласың. Осынау қазақ ақынын толғандырған мәселелер қазірдің өзінде кез келген халық өкілінің көңіл пернесін дөп басып тұр десек, артық айтқандық демессіз. Егер бүгінгі талғаммен қарасақ, Абай қазақтың ғана емес, адамзаттың ақыны. Абайдың Көкбайдың естелігінде айтады, Абайдың ұрыдан алатын жалғыз парасы ол шындық еді дейді. Абай шындығын айтқан адамға Абай соған әділ, соған кең қарайды. Ал кеп отырып созбалақтап, бұлт артып, өтірік айтқан адамды Абай жақтырмайды. Бізге осындай әдеттерімен Абай, және Абайдың абайлығы да сондай әдеттерінде, мысалы, әдетімен де Абайдың маған әсер еткен тағы бір тұсы, ол Абайдың Мағауия деген баласымен екеуінің қарым-қатынасында болды. Ол екеуінің Абай тек қана бір ақын ретінде ғана емес, мысалы, Абай жаңағы айтады ғой, мына дүниедегі адам мінезін түзеуге болмайды деген адамның тілін кесер едім, егер закон қуаты қолында бар адам болса деген сөзі, мысалы, рас, ол Абай өзі мінезін түзеген. Сондықтан да ол бүгінге қарасаңыз, көп адамдардың сөз бен ісінің бір сәйкес келуі өте сирек. Ол деген бір жасандылықтан, сол бір мінез қанға сіңбегендіктен. Ал Абайда бәрі керісінше. Абайда бәрі мінезінен шығады. Абайдың бәрі мінезінен. Сондықтан Абайдың ол тек қана ақын ретінде бір ақылды сөздер айтып, немесе бір қазақтың бір үлкен поэзиясын жаңа бір деңгейге жасаған бір ақын қалпында емес, ол адам қалпында да, әке қалпында да өте шын мәнінде үлгі адам болған. Мысалы, ол кісінің өмір несін қарасақ, 40 жасқа дейін мысалы шығарған өлеңдері бір бөлікті, ал 40-тан асқаннан кейінгі айтқан әрбір сөздері, мысалы, ол кәдімгі терең ойлы, діндарлыққа, имандылыққа, қазақылыққа баулитын сондай бір жақсы. Соның ішінде мысалы 45 қара сөзі Абайдың бізді көбінде адамдыққа, жақсылыққа тәрбиелейді. Және Абай Құнанбай ұлының айтқан, шығарған өлеңдерінің ішінде де мысалы бізді ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, мысалы 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Мысалы бізді жаңа өтірік, мақтаншақ, ғайбаттан, жаман күнәлардан сақтандыра отырып, бізді ғылым бағуға, еңбек етуге, жақсылық жасауға, Құдайға дұрыс құлшылық қылуға бізді әрқашан осылай өлеңдермен тәрбиелеп, баулып отырған. Одан кейін мысалы сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әурет еді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деген сияқты осылай көптеген нелері бізді барынша осындай бір имандылыққа баулып отырады. Абайға дейінде қазақ халқының ұлы ақындары болған, қазақта күні бүгінге дейін жалғасып келе жатқан ақындық жол, дәстүр бар. Абай сонау Шалкиез, Доспамбет, Махамбет сынды ақындардың жолын жалғастырушы. Бірақ Абайдың олардан ерекшелігі оның асқан оқымыстылығында, білім құмарлығында. Абай төрткүл дүниені танып, шығыс пен батыстың ақындарын оқып, орыс тілін үйреніп, халықтардың мәдениетін бір-бірімен салыстырып, зерттеп, саралай білген көреген ақын. Өзі Имам Малик деген ғалым болған кезінде Муатта дейтін кітап жазады. Сол кезде бірнеше ғалым сондай аттас кітаптар жазады. Сол кезде біреу сұрайды, қалай болар екен мынау дейді, бәріңіз бір аттас кітап жазыңдар деді. Кім енді Алланың разылығы үшін жасаған болса, соның еңбегі қалады ғой дейді. Осы кісінікі қалды да. Сол сияқты Абай осы өлең жазғанда, қара сөз жазған кезде ол шын мәнісінде жүректен шықты оныкі. Және жанашырлықпен шықты, жауапкершілікпен шықты. Сондықтан да Абай болып қалды. Әйтпесем, сұлу өлең жазған ақындар көп қазақта. Қаншама ақын өтті, не бір керемет. Абайдың өлеңінен де күшті өлеңдер көп ше. Бірақ Абайдың мықтылығы сол, ол адамдағы тура диагнозын қойып, емін айтып, оның осы жағынан Абай көп ілгері. Және қарасаңыз, Абайдың әр сөзі керек. Шын мәнісінде мен мысалы ақындар көп қой, бірақ бар ғой, көбінесе анау
сезім, мына жақтан лапылдаған жалындарына сүйенеді да, көбінесе ше, дарынына сүйенеді ше. Абай ақылға сүйенеді да. Негізі ақыл деген мысалы сезім деген нәрсе күшті нәрсе ғой енді, бірақ ол ақылдан биік емес қой. Өйткені ақыл жаңағы жететін жеріңе жеткізеді, сені жаңағы бір қауіптен сақтайды деген сияқты, биікке бастайды деген сияқты. Абайда осы нәрсе болды. Және ол сондай бір ұлтына деген бір жанашырлығы болды, соны айтып қалғысы келді. Енді халқым үшін жазамын енді. Ешкім керек қылмай жатса, онда өзіме қалса да деді ғой, не болса да өзім көзіме деді ғой, енді адамдар пайдаланбаса деп. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жаздым үлгі жастарға бермек үшін дейді. Сол білгеннің барлығында адамдарға жеткізіп қалды. Сол Абайды сол осы үшін қатты сыйлауға болады. Және мен ойлаймын, сол Алланың разылығы үшін жұмыс істегеннен кейін Алла оның Абайдың өзі емес, халық емес, оның атын сақтап қалған Алла тағала сияқты. Ұлып жұртқа қайтқан ой деп Абай айтқандай, олар да түбінде ұлып барып өзінің жұртына қайтады. Бірақ ол кешегі қазақ, бүгінгі қазақ, өзгеше ұрпақ, өзгеше өредегі қазақ. Ол қандай деңгейде, қандай рухпен, қандай көзқараспен, қандай ділмен, қандай тілмен, қандай мақсатпен өзінің жұртына қайырлы бұрылады. Ол үлкен мәселе. Абайдың немере інісі Шәкәрім қажының сөзін еске түсірейікші. Ол Ибрахим мырзаның тұрағы қазақтың шет. Олай болмағанда бұл данышпан, ғұлама, үлкен ойшыл адам еді. Қор елде туды да қор болып өтті дейді. Бұл не деген сөз? Абайды маңайында жүрген өз қазақ ұқпат, асыл сөздерін қаперіне алмады, айтқан ақылын аяқ асты етті. Шынтуайтына келгенде, Абай өз ортасынан ақыл ойы жағынан қол жетпестей шығандап, алысқа шырқап кетті. Біз Абайдың интернатта оқып жүр, талай қазақ баласы деген өлеңін оқыдықтағы, ойладық, Абай соған қуанды депші. Абай соған қайғырып жазған өлең екен. Енді түсініп отырмыз міне. Біраз жасқа келген кезде айтады, интернатта оқып жүр, талай қазақ баласы, балам закон білді деп қуанар ата-анасы, ойында жоқ олардың шариғатқа шаласы дейді. Яғни ол мұсылманшылықтан алыстап барады, интернатқа барған балалар орыстың тәрбиесіне көшті, енді олардың жағдайы не болады деп қорқамын кейінгі жас балалардан дейді. Яғни кейінгі жас балалардың тәрбиесінің бәрі енді орыстардың қолына өтті ғой, енді біздің елдің жағдайы не болады екен деп, сосын айтты ғой, ел болады деп енді ойламаймын, кеткен соң өз қолынан енді өз ырқың дейді. Билігің өзің қолынан кетіп қалды, енді жағдайың қиын болады дейді. Бірақ Алланың қалауымен еліміз жетті тәуелсіздікке. Енді жаман болсақ өзіміз кінәлі. Өйткені жаманның тақымына тұлпар тисе, айызын бір қандырып шаба алмаған дейді ғой. Осының барлығына келген кезде ұлт алдындағы бір жауапкершілік деген нәрсе болу керек әр адамда. Абайдың айтқаны осы деп ойлаймын, сөз түзелді, тыңдаушым сен де түзел дейді. Яғни міне мен енді дұрыс сөз айта бастадым, енді сендер де тыңдаңдаршы, сендер де түзеліңдерші деп ұлтқа деген ұлы жанашырлықты көремін Абайдан. Абайдың шығармаларында тәрбие, мінез түзеу ісіне мол орын берілгенін көпшілік жақсы біледі. Абай өлеңдерінің өміршеңдігі оның философиялық ойларында жатса керек. Шынында да Абай өз ісімен, әлемге көзқарасымен, тереңде байыпты ойларымен, психолог данышпандығымен замандастарынан ерекшеленіп, қазақ халқының қорғаны бола білді. Абайдың ең бір артық ерекшелігі заманының айдаған ыңғайына жүрмей, өзіне Алла тағала берген өзгеше қабілеттердің арқасында айналасына ашық сын көзбен қарап, барлық құбылысты, өзгерістерді дәл суреттеп қағазға түсіргені. Хакімнің тереңнен нәр алған ойлы шығармалары өз халқын мәдениет және әдебиет мұхитынан сусындатты. 30-дан енді асқан кезім. Сол кезде сол Абайдың бүкіл шығармалары, қара сөзі, өлеңдері, соның бәрінен құрылған қалың елім қазағым атты спектакль болған. Сонда мен сол жерде сол Абайдың шығармашылығымен тереңірек таныстым десем болады. Қара сөздермен әсіресе, сол қара сөздің әр қайсысының әр жолында қандай ой жатыр, оның ар жағында айтайын деген ойы не. Бір оққан кезде Абай қазақты жек көріп тұрған сияқты. Ал шынында да мынау үйде де баласына қазақ көз тиіп кетеді, тіл тиіп кетеді деп баласын жаман бала деп сөйтіп айтып отырады. Қазақтың өзінің бір ырымында, дәстүрінде. Сондықтан Абай да өзінің халқын солай
көзінің қарашығындай сақтағанда, солай мәпелеген, солай аялаған. Сондықтан қазағым жақсы ұлт болса екен, елдің алдың қатары болса екен, еңбекқор болса екен, талапшыл болса екен деп жаңағы сол үшін қазағын өзінің жаңағы жаман әдет ғұрыптарын айта отырып, қазағын сол үлкен алдыңғы қатар ұлттың жаңағы қатарына қосылады деп үлкен үміттенген. Абай бабамыз айтады, яғни бұл өмірде мәңгі қалмайсыңдар. Яғни бұл өмір өткінші бір сынақ екенін тағы да ұқтырады. Шындығында адам баласы бұл өмірге қонақ, мәңгілік өмірдің иесі ол адам. Мысалы, адамзат бүгін адам, ертең топырақ. Бүгінгі өмір жарқылдап алдар бірақ. Ертең өзің қайдасың білемісің? Өлмек үшін туғансың, ойлан шырақ деп бізді тағы да ойландырады. Құнанбай қажы бабамыз, алла разы болсын, сондай бір текті екі дүниесін қатар алып жүрген, еңбегінде қылған, о дүниесіне де дайындалған сондай керемет тұлғадан бір Абай сынды жақсы өмірге келді. Зере әжеміздің тәрбиесі, о кісіні мысалы өзінің анасы дәретсіз емізбеген, оның барлығы қарап отырсақ, сондай бір қазақы иманды отбасынан шығып, жалпы мұқым бүкіл қазаққа Абай шама шарқы келгенше, яғни жақсылықтың дәнегін сепкен. Сондай біздің бір туарымыз. Біз бүгін ардақты ақынымыз марқұм Абайдың рухына дұға қылып, қараңғы заманда шырақ жаққан басшымыздың есімі, құрметі, терең мағыналы асыл сөзі атадан балаға, немереден шөбереге үзілмей сақталуын тілейміз. Зәредей шүбә етпейміз, Абайдың өлген күнінен қанша алыстасақ, рухына сонша жақындармыз. Үнемі бұл күйде тұрмас, халық ағарар, өнер білімге қанар. Сол күндері Абай құрметі күннен күнге артылар. Халық пен Абай арасы күшті махаббатпен жалғасар. Ол күндерді бәлкім біз көрмеспіз, бірақ ол ертеңгі ұрпақтың игілігіне қызмет етер. Абайда осының бәрін ол қалай тауып отыр? Ол әрине басты өз қазақтың ұлттық құндылықтарын әрине жақсы меңгерген. Бастауы ол Құранды жақсы меңгерген, Құранды түпнұсқадан оқыған. Және ол түпнұсқадан Абай оқыған кезде оның ата-анасы, айналасы да білген. Сол кездің ғалымдары да түпнұсқадан біледі. Сондықтан ол жақсы өзіне сіңірген бойына. Одан кейін ұлттық құндылықты да сіңірген, және шетелдік ақын, жазушы, ғалымдарының да шығармаларынан ол тұшынған, алған өзінің керегінше ала білген. Осының бәрін қорытып, өзінің ойын айтардың кезінде Хакім Абай. Қараңыз, ұлттық құндылыққа, өзінің мемлекетіне, өзінің отбасына, өзінің ұрпағына қажет дүниені ойлады ол. Ал сол ойлаған ойы әрине ол адамзаттық дүние болып шықты. Одан кейін енді бір айтатынымыз, әрине Абайдың қара сөздері деген ол негіз философияның бәрі сол жерде жатыр деп айтуға болады. Сол себепті әрбір қара сөзіндегі ойлар, оның ішіндегі мысалы жаңағы ақыл, қайрат немесе жүрек, ғылымға байланысты ойлардың барлығы мен үшін әр уақытта ерекше. Сол себепті өзімнің осындай азамат болғаныма, өзімнің осындай ұстаным ұстауыма Абайдың үлесі де және творчествосы ерекше үлес етті деп ойлаймын. Абайдың әрбір сөзін тіліне оралған қағаз бетіне түскен әрбір сөзін ұға білуіміз керек, түсіне білуіміз керек, өмірде соны пайдаға асыруымыз керек, жүзеге асырып өзінің мәртебесіне етуіміз керек. Қазақ баяғыда сөздің қадірін білген, сөзге тоқтаған, бір ауыз сөздің өзі тас жүректі жібітеді, оны да білген. Абайдың әрбір сөзіне ерекше мән береді. Менің түсінігімде бүгінгі таңда, әсіресе биылғы жылдан бастап, өлеңін бірімізге эстафа етіп жіберудің өзі бір ғанибет. Абайдың сенен кейінгі егемен Қазақстандағы шығып жатқан мақалалардың барлығы мен жастарға соны оқып түсіне білу керек дегенді айтқан болар еді. Ал Абайды ұқсақ, бүткіл қазақтың жан дүниесін ұққанымыз болады. Абай барлық қазаққа ортақ тұлға. Абай шетте жүрген қандастарымыздың арасында да биік ойдың тұтқасы. Әсіресе Қытайда өте жоғары дәрежеде насихатталып келеді. Мысалы, Бейжіңде Абай жолы Қытай тіліне аударылып қана қоймай, тіпті аудио альбомы да жасалды.
Сонымен қатар басқа елдерде, солардың ішінде Ресейде, Түркияда, Өзбекстанда да ескерткіштері қойылды. Мен сол абайдың жаңа қара сөздерімен күніне бір оқып шығам, жаттаймын. Жаттағанды оқып шыққан өз алдына 5-6 рет оқысаң да, егер оны сен әр сөзін жаттап оқысаң, оны одан сайын түсінесің. Өзің сол абайдың қасында тұрғанда соның айтайын деген ойын, соның жаңағы әр сөйлеміндегі бүкіл ойды тереңірек түсінесің. Сондықтан абай шығармашылығы менің творчествомда, жалпы актер ретінде, адам ретінде үлкен зор мәнге ие. Басқа жақтың ғалымдары, басқалар зерттеген кезде айтады, мұнда бүкіл адамзаттық құндылық айтылып тұр дейді. Яғни хакім абай деген, хакім деген сөзіміз, мен мысалы бір мақаламда жазсам, оған көптер айтыпты. Мысалы мынау Ресей үлкен алып держава. Ресейде хакім жоқ, бірақ данышпан бар. Данышпан бар, көрдіңіз бе? Ол данышпан адамзат баласы үшін құндылықтарды ол да айта біледі. Бірақ хакім жоқтығы, хакім адамзат баласы ешқандай қателік жібермейтін, тек жақсылыққа бастайтын дәрежеге жету керек. Мысалы Қытайда Конфуций бүкіл идеологиясы. Қытайдың Конфуцийін мен де оқимын. Одан үйренетінім көп, ол өте үлкен данышпан. Бірақ хакім емес. Себебі онда да кемшілік бар. Ал абайда, Құранда, тіпті пайғамбарымыздың өзі айтқан ғой, маған кейінгілер табынып кетуі мүмкін. Сондықтан мен де адам ретінде тек қана Аллаға табыныңдар деп кеткен. Міне құндылық хакім абайда осыдан жетіп отыр. Көрдіңіз бе? Ешқандай ода бір жеке адамға табыну жоқ. Адамды да, ұлтты да бәрін тең қойған. Содан барып ол жаңа адамзаттың бәрін сүй, бауырым деген мейірімділікті, жүректің жылуын, жүректің нұрлауын содан шығарып отыр. Міне абайдан осыны табасыз. Мұны кез келгеннен таба алмайсыз. Біз үйдегі кішкентай ұлымызға, қызымызға сол абайдың 45 қара сөзін жаттатып, жақсы айтылған барша дінге байланысты өлеңдерін мысалы кішкентайынан, жастайынан жадына жаттасақ, о бала ертең еш уақытта жаман жолға түспейді, арақ ішпейді, темекі тартпайды, зина қылмайды. Барынша ол өзінің отбасына, әулетіне, ағайын туысына, одан қалса еліне, жеріне, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, хайрун нас анфаһум линнас. Адамдардың ең қайырлы, ең жақсысы ол адамдарға пайдасы тиген адам дейді. Сол сияқты пайғамбарымыз айтқандай, елге, жұртқа пайдасы тиетін жақсы адамдар өсіп өнеді. Сондықтан абай бізге барынша осы дұрыс адам болудың, тұлғалық, яғни дамудың бізге бар қыр-сырын үйретіп кеткен. Өлді деуге болама айтыңдаршы, өлмей тұғын артында сөз қалдырған деп, Абай Құнанбаев жырлағандай, ұлы ақынның артында ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан мол мұра, рухани қазына қалды. Мен өз өмірімде оған жетпеспін. Көрмеспін ол күнді. Бірақ алда заман өзгеріп, қауым енді басқаша дәурен жасар. Басқа заңдар туғызып, үлкен ырысқа түгел халық болып еріскен күндер болар. Сол болашақ үшін бір ғана шөмшектей, бір ғана кірпіштей болса да кесек қалап кетсем, армансызбын. Сәлем деңдер соларға, сәлем деңдер достарым. Сәлем деңдер соларға, сәлем деңдер достарым. Абай туралы ойымызда ақын Мағжан Жұмабаевтың мына бір өлең шумағымен түйіндесек. Шын хәкім сөзің асыл, баға жетпес. Бір сөзің 1000 жыл жүрсе дәмі кетпес. Қарадан хәкім шыққан сендей жанның, әлемнің құлағынан әні кетпес.